Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым ММА жанкүйерлері, сіздермен Нариман Шаймерденов және де Қанжар ММА арнасы. Бүгінгі видеода біз Асу Алмабаев Чарльз Джонсон жекпе-жегін талдайтын боламыз. Бүкіл қазақ елін Асу Алмабаевтың жарқын жеңісімен құттықтаймын. Бұл жеңіс өте керемет жеңіс, себебі Асу Алмабаев жеңістен кейін тек өзінің гонорарын ғана емес, сондай-ақ бонус ұтып алған болатын $100,000. Енді ол біздің теңгемен 45 миллион, 47 миллион шамасында болуы тиіс. Бұл әрине жекпе-жек сүйер қауым үшін өте үлкен ақша, бірақ шынымен біздің батырымыз үшін керемет жеңілдік болады. Себебі әрине әркім өзінің отбасын асырау керек, жаңағы көптеген сәттерде болады, сондай жаңағы командасына барады, тренеріне барады, менеджеріне кетеді дегендей сияқты мәселелер болады. Жекпе-жекке тоқталып өтейік. Асу Алмабаев Чарльз Джонсон. Жекпе-жектен бұрын екеуі де рейтингте болған болатын. Біздің негізгі рейтингімізде Асу Алмабаев 9-шы орында, Чарльз Джонсон 14-ші орында болған. Ал жаңағы жасанды интеллекттің көмегімен жасалған жаңа рейтингте Асу Алмабаев 7-ші орында, Чарльз Джонсон мүлдем рейтингте жоқ болған болатын. Енді Асу Алмабаев көтерілеме рейтингте. Мен ойлаймын, жаңағы жасанды интеллекттің рейтингінде Асу Алмабаев топ 5-ке кіруі керек. Себебі өте жарқын жеңіс жасады. Ал негізгі рейтингте Асу Алмабаев кемінде бір саты жоғарылауы тиіс. Себебі енді бұл жай ғана шешіммен жеңіс емес, төрешілердің шешіммен, бұл кәдімгідей бір керемет сирек жасалатын сабмишнмен мерзімінен бұрын жасалған жеңіс. Асу Алмабаев шыға салып 1 минутта қылқындырып тастаған жоқ. Ол 3-ші раундта ауырту әдісімен жеңді. 3-ші раундта ауырту әдісімен. Яғни бұл нені көрсетеді? Асу Алмабаевтың кардиосының да дәлелі. Яғни жаңағы жекпе-жек, шыны керек жекпе-жек барлық уақытқа жақын өтсе де, Асу Алмабаев шаршамай өзінің қарсыластарының мерзімінен бұрын жеңе алады деген сөз. Жасалған сабмишнның атауы Сулоев стретч дейді, яғни жаңағы Сулоевтың, қалай аударылады екен бұл қазақшаға? Орысша растяжка Сулоева деді. Нақты қазақша атауын білмейді екенмін, яғни Амар Сулоевтың құрметіне жасалған, қойылған сабмишн болса керек. Басында сабмишн жасалған кезде мен ойладым, жаңағы UFC-де Сабит Магомедшарипов дәл осындай ұқсас сабмишн жасаған банана сплит деген. Мен ойладым, дәл осы банана сплит бола ма деп. Жоқ, бұл басқа сабмишн екен. Тіпті жаңағы жекпе-жектен кейін Асу Алмабаев бұл сабмишнның атауын да білмейді екен деген сияқты сөздер айтқан болатын. Сондықтан да енді бұл өте жарқын жеңіс болды. Шыны керек, жаңағы сәтте Асу Алмабаев шыны керек қарсыласының арқасын алып, жаңағы артынан қылқындырып тастауға тырысқан. Бірақ та Чарльз Джонсон еңкейіп Асу Алмабаевты өзінен түсіруге тырысқан кезде Алмабаев қарсыласының аяғын қысып, аяғын бетін жапсырып тастаған болатын, шыны керек. Асу Алмабаев бұл сабмишн туралы айтып отырмыз, мерзімнен бұрын жеңіс туралы айтып жатырмыз, бірақ бұл жекпе-жек туралы бөлек айтып кеткен жөн. Бұған дейін көптеген эксперттер айтқан болатын, Асу Алмабаевке күресі бар, үстіне жатады қарсыластарын, стойкада 1-2 соққысы бар, болды, ешқандай прогресс жоқ. Осылай ортаңғыл жүктер ұтып жүре береді деп айтқан болатын. Ал қазір біз прогрессті көріп отырмыз. Мысалы, Манель Капемен жекпе-жекке дейін ешқандай бір шыны керек прогресс болмағандай тәрізді көрінеді. Себебі Манель Капеге қарсы жекпе-жекте Асу Алмабаев артқа жүрді, күресіне де тіпті дұрыс кірмеді, соққы дұрыс жаудыра алмады, тіпті ұсқынсыз жекпе-жек жасап, соның арқасында ұтылған болатын. Бұдан кейін жекпе-жекте Хосе Ачуаға қарсы мүлдем бір көріксіз жекпе-жек болды. Қарсыласына тейкдаун жасайды, үстінде жатады, болды. Жаңағы стойкада да 1-2 соққы бағыттап, сонымен ғана шектеліп ұтқан болатын. Келесі жекпе-жегі өткен қыста болған Алекс Перезге қарсы бұл біраз қызықтырақ жекпе-жек болды. Мұның алдында да жаңағы дәл осы Алекс Перезге қарсы жекпе-жектің алдында Асу Алмабаев өзіне спарринг партнерлар шақырып, Қазақстанның түкпір-түкпірінен жігіттерді жинап өз салмағында солармен қарқынды түрде жұмыс жасап бастаған болатын. Дәл осының да арқасында Алекс Перезбен бір керемет сабмишн жасады, басқаша жекпе-жек өткізді. Ал мына жекпе-жек тіпті мүлдем басқаша болды. Мысалға Чарльз Джонсон деген, енді бойы шамамен Мименмен бірдей, бір 175 екен бойы Чарльз Джонсонның, енді мен 180-ге тақауымын. Чарльз Джонсон бойы 175, ал Асу Алмабаев 163 сантиметр. Бұлай қарасақ керемет Чарльз Джонсонның бір артықшылығы болған, бірақ ол оны пайдалана алған жоқ. Асу Алмабаев артқа қашқан жоқ. Жекпе-жекте әрдайым алдыға ұмтылды, қолын жоғары ұстады, қолмен де соққы бағыттады, лоу-киктерді де тепті.
тейкдаундары да өзгерген. Былай қарап тұрсақ, жай ғана проход, аяққа проход емес, сондай-ақ жаңағы дзюдоның да әдістер, шалу әдістері, зацептер бәрін қосып отыр. Грэпплингте де өте керемет өскен, позиция ауыстыру жағынан, қайта-қайта сабмишн іздеді, мойнына гильотина тартуға тырысты, артынан қылқындыруға тырысты, тіпті жаңағы қолмен жасалатын үшбұрыш әдісін жасауға да тырысты, бірақ та сабмишн басқа күтпеген жақтан шыққан екен. Шыны керек, вертушкасы қайтадан керемет дөп тиді. Мысалға бірнеше жекпе-жек болды, осы вертушкасы дөп тиіп жатыр. Чарльз Джонсон тіпті артқа қашып отырып ешқандай соққыда бағыттай алмады. Екінші раундта, қателеспесем, Асу Алмабаев Чарльз Джонсонның аяғын тиіп-кілеп тастады. Чарльз Джонсон тіптен ақсаңдай бастаған болатын. Бұл Чарльз Джонсонның аяғының әлсіз екендігін Жалғас Жұмағұлов ағамыз көрсетіп кеткен болатын. Шыны керек, екеуінің жекпе-жегінде Жалғас Жұмағұлов тиіп-кілеп, Чарльз Джонсон аяғын баса алмай қалған болатын. Ол жекпе-жекте айқын Жалғас Жұмағұлов жеңіске жеткен, бірақ төрешілер бермеген болатын. Бұл жекпе-жекте Чарльз Джонсон, мысалға, чемпиондарды ұйықтатқан, бәрімен рубиц етіп, бірінші нөмірмен жасап, жаңа қолда керемет жұмыс жасаған Чарльз Джонсон мүлдем көрінбеді. Мүлдем басқа жауынгер болды. Бұл Чарльз Джонсонның әлсіздігі емес, бұл Асу Алмабаевтың прогрессі. Асу Алмабаевтың стилінің кішкене өзгеріп келе жатқандығы. Бұрын қарсыластарын тек қана тейкдаун жасап, үстінде жатып контрольмен ұтатын. Ал қазір сабмишн іздеп жүр, стойкада да керемет соққыларын жаудырып жүр, тиді бірнеше рет, оверхенді да тиді, қолмен жасаған соққылары да тиді, вертушкасы да, лоу-киктері де бәрі керемет тиді. Бұл жекпе-жек жаңағы бапкерінің өзі 5-тен 4,5 деген балл берген болатын. Яғни Асу Алмабаев дәл қазір өзінің пик формасына шықты деп айтсақ болады. Келесі болып Асуға кімді беруге болады? Мен өзім ойлап отырмын, мына келесі айда деп қоям, міне осыдан 2 аптадан кейін Конор Макгрегор шығатын UFC-де Брэндон Ройвал мен Лонер Кавана топ 5-тегі 2 жауынгер шығады. Осылардың ұтқаны әрине чемпиондық белбеуге қарай ұмтылса, ұтылғанымен Асу Алмабаевқа шығу керек. Неге? Себебі бұл топ 5-ке кіретін керемет мүмкіндік. Және Брэндон Ройвал да, Лонер Кавана да Асуға өте ыңғайлы. Екеуі де тік тұр төбелесетін жауынгерлер. Ал қалған топ 5-тегі жауынгерлер Асуға өте қиын болады. Кёджи Харигучи дегенің бұл осы салмақтағы ең бір өте мықты жауынгерлердің бірі, өте мықты универсалдардың бірі. Тік тұрып айқаста да, күресте де өте мықты. Асуға өте қиын болды бұл жекпе-жек. Алешандре Пантожа бар, бұрынғы чемпион. Ол өте мықты күресі де, джиу-джитсуы да, стойкасы да жақсы. Манель Капемен дәл қазір шығып керек емес. Манель Капенің деңгейі мүлде бөлек, 4 нокаутқа қатар келе жатыр. Джошуа Ванды әрине Асу алып тастай алады деп ойлаймын, қазіргі чемпионды. Бірақ Джошуа Ван келесі жекпе-жегінде бәлкім өзінің белбеуінен айырылуы мүмкін. Тацуро Тайраға келсек, ол да өте күрес жоғары деңгейдегі жігіт. Сондықтан мен ойлаймын, осы Ройвал мен Кавананың ұтылғанымен шығуы керек. Ұтқанымен де шықса болады егер беріп жатса. Немесе сол баяғы Брэндон Морено. Дәл сол осы жылдың наурызында болу керек болған басты жекпе-жек Мореноға қарсы, бәлкім сол жекпе-жекті қайтадан Асуға беру керек. Енді не дейміз, Асу Алмабаев ағамызға чемпиондық поясқа жетуін тілейміз. Бұл деңгеймен, бұл прогресспен Асу Алмабаев шынымен де чемпион бола алады деп айтар едім. Шыны керек, бірнеше жекпе-жек қалды. Мен ойлаймын, бәлкім 2 жекпе-жектен кейін Асу Алмабаев шынымен де титулға шыға алады. Сіздер де өз ойларыңызды комментарийге жаза отырыңыздар, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз міндетті түрде қажет. Бұл арнаның басталғанына көп болған жоқ. Бұл арнадағы 4-ші ғана видео. Сондықтан мен сіздердің барлықтарыңызды күтемін. Сау саламатта болыңыздар.